төртінші беломға арасында жүйкелердің қосылуынан пайда болады. Яғни бізде плексус люмбалисте бізде ең бірінші нервус илиохипогаз деген айтып кету керек. Мықын құрсақасты жүйкесі бізде шығып. Сайт бізге көрінбей жатыр. Мықын құрсақасты жүйкесі шығып бізде мына жаққа шейін бізде кіндік болса кіндіктің астының кішкентай бөлігіне дейін деңгейге дейін бізде нервус интеркосталис жүйкелендіреді терісін. Ал криста илиака мен ішкі бөлігін біраз бөлігін біздің нервус илиохипогазға жүйкелендіреді. Бұл шарттармен терісін. Содан кейін бізде нервус илиоингвиналис бар, яғни мықын шап нерві нервус илиохипогазға төмен өтіп, ол бізде сәйкес шап болғаннан кейін ол фуникулус сперматикусты, жоқ, шап болғаннан кейін ол сыртқы ұма терісін жүйкелендіретін нервілер, нервус крапелис антериор тармағына бөлінеді. Сондай-ақ ұманың жанындағы терілік аймақтар жүйкелендіреді біразын. Нервус илиоингвиналис. Содан кейін бізде нервус генитофеморалис бар. Сан жыныс жүйкесі өзі айтып тұрғанда екі тармаққа бөлінеді: нервус гениталис, нервус феморалис. Нервус гениталисі келіп бізде шәует шылбырын жүйкелендіреді және аталық безге қарай өтіп кетеді, фуникулус сперматикустан. Ал бізде сандық жүйесі нервус феморалисі бізде, рамус феморалисі бізде мына жақта сан болса санның терісін медиалды бөлігін жүйкелендіреді терісін. Содан кейін бізде нервус кутанеус феморалис латералис бар, яғни санның латералды терісін жүйкелендіретін нерв. Бізде ол нервус, ол мына жақта лигамент ингвиналия бар, шаптық байлам, мына жақта бізде ваза мускулярис арқылы шығады. Ваза мускулярис арқылы шығып, бізде санның латералды бөлігін терісін жүйкелендіреді. Содан кейін бізде нервус феморалис бар, сандық жүйке, ол бізде терілікте бұлшықетте тармақтар болады. Нервус феморалис ваза тамырлық тесігі арқылы шығып, санның алдыңғы тобына бұлшықеттерін жүйкелендіреді, бұлшықеттің терісін жүйкелендіреді. Терісін жүйкелендіріп бізде мына жақта каналис абдукторис бар, әкетуші өзек арқылы бізде балтырдың медиалды бөлігіне терілік тармақ береді. Нервус сафенус деген терасылық жүйке. Терасылық жүйке осы медиалды бөлігін терісін жүйкелендіріп бізде табанның да медиалды бөлігін терісін жүйкелендіреді. Содан кейін бізде нервус обтураторис бар, жапқыштық тесік бізде. Мына жақта каналис обтураторис бар, каналис обтураторисі сәйкес форамен обтураторын бізде мускулус обтураторис интернус экстернусына жабылады және арасында мембрана обтуратория деген бар. Солардың арасында бізде каналис обтураторис деген құрылым пайда болады, өзек жапқыштық өзек арқылы шығып бізде санның медиалды тобындағы бұлшықеттерін жүйкелендіреді. Одан бөлек санның медиалды бөлігінің кішкентай терілік аймағын жүйкелендіреді терісін. Ол плексус люмбалис. Енді біз плексус сакралис бізде L5 пен S4-дің арасындағы сегменттерінің жүйкелердің қосылуынан пайда болады. Біз оның қысқа және ұзын тармақтарына ажыратамыз. Қысқа тармақ деген бізде жамбас белдеуіндегі бұлшықеттер жүйкелендіреді. Мускулус периформис, алмақтар бұлшықет, нервус гимнус суперадипер, егіз бұлшықеттер, яғни жоғары төменгі. Содан кейін санның ортаншіліктің шаршы бұлшықетін жүйкелендіреді. Жамбас белдеуіндегі жергілікті бұлшықеттер жүйкелендіріліп шығады. Одан бөлек бізде жапқышты тармақ береді, яғни рами мускулярис. Енді біздің ұзын тармақтарға келетін болсақ, ұзын тармақтарында бізде әуелгеде нервус глютеус супериор, инфериор ажыратамыз. Мына жақта бізде лигаментум сакроспинали және лигаментум сакротубералиде бізде форамен исхиатикум майор және форамен исхиатикум минор түзілетін еді. Осы форамен исхиатикум майорда бізде мускулус периформис, алмұрттарды бұлшықет екі тесікке бөлінеді. Форамен суpraпериформия, форамен инфрапериформия. Алмұртысты және алмұртқасты тесігі. Осы бізде нервус глютеалис супериор, бізде нервус форамен суpraпериформия арқылы шығып, бізде жамбастың мықынның жоғары бөлігіне тармақ береді. Ал бізде мықынның жоғары бөлігінде бізде мускулус глютеалис максимум, медиа және минимус орналасады, яғни кіші және ортаңғы бөксе бұлшықеттері. Соларға тармақтарын береді. Одан бөлек бізде нервус глютеалис инфериор, нервус глютеалис инфериор бізде форамен инфрапериформия арқылы шығып, бізде мускулус глютеалис максимусты жүйкелендіреді және глютеалис максимусты жүйкелендіреді, яғни үлкен бөксе бұлшықетін. Содан кейін бізде нервус исхиатикус деген бар, шондана нерві, ең үлкен нерв адам ағзасындағы. Шондана нерві біз форамен инфрапериформия арқылы шығып, алмұртқасы тесік арқылы шығып, санның артқы бөлігіне кетеді. Санның артқы бөлігінде бізде фоса нервус тибиалиске және нервус суралис деген терілік тармақтарға бөлінеді.
ары қарай сәйкес балтырын латералды терісін жекелендіреді, табанның латералды бөлігін жекелендіреді. Ал біздің нервус тибиалис сәйкес балтыр бұлшықеттерін және балтыр бұлшықеттерін жекелендіріп, ал табанға қарай өткенде нервус плантарис медиалис латералис бөлініп кетеді. Содан кейін бізде нервус исчиатикус айтылды. Одан бөлек бізде нервус феморалис глутонея постериор деген бар. Яғни санның артқы терілік бұлшық нерві сәйкес санның артқы бөлігінде аймағы терісін жекелендіріп береді.